тіпті баланың өзі де шыдамсыз ғой. Ана телефондан жаңа бір мультфильм қарап отырады, 5 секундтық бір рекламасы бар, 5 секундтық әрекет етеді, соған шыдамайды ғой. Бүйтіп қарап отырады да реклама шығып қалса, дейді. Тұра тұрса жеті, міне қазір міне кішкене қалды, міне 3, 2, міне 1, пропустить, мә! Деп кәм. Үйде жұмыс істеп жатыр, үйлеу масаты бір жерден тағы бақырып атсана, пропуститті басында шоймайды, кім бал үйде? Балыдар шыдамайды, шыдамсыз. Бала бұлай түсін, бізде шыдамсызбыз ғой. Бізде қазір біреуге WhatsApp-пен SMS жазып жібереміз, и бетіне қарап отырамыз ғой, пока ответі келмей. Шыдамсыз бар ғой, жазып қойып, жұмысын істеп, біраздан кейін келіп қарауға болады ғой. Жоқ, бетіне қарап отырамыз специально. Не оқымай жатыр? Екі галочка көк жанды. Несіне оқып отыр, не оқып отыр? Тезет, той бірін. Сосын голосовой жазып жіберді. Күтіп отырмын ғой, жазсайшы ответін, я жоғын. Сосын мынандай бәрінде бар ойым. Звондайды. Алло, WhatsApp-ты оқышы, WhatsApp-ты тез. Былай қарасаң деймді уже, звондап тұрсын ғой деймді. Звондағаннан кейін айта салмайсың ба, мен неге жаңа звондап едім саған, голосовой жазып жібергем, бейдеп, сен соны оқыдың ба, қарашы деп. Обязательно, WhatsApp-ты тез. Шыдамсыз болып баратымыз біз қазір. Қай жағынан да шыдамсызбыз. Қаш жігіттер де